жасыратыным жоқ. Бастапқыда мен түсінбей қалдым сөздерді. Ал енді сіздің анау жоғарыдағы видеороликтеріңізді тыңдаған кезде уже мен түсіндім. Қайсы жаңа тиісті де тиісті емес саладағы тауар дегенді мен расы керек түсінбей қалдым. Ал жоғарыда сіздің видеоролигіңізді тыңдаған кезде бар, уже түсіндім. Бұл қандай тауар екенін. Жалпы заңды қалай оқисыздар? Жоғарыдағы тапсырмаларға ауызша осылай аудиомен жауап бере берейік па? Екінші тапсырма бойынша тұтынушы мен сатушының арасында мысалы құқық бұзушылық болып жатса, мысалы сол кезде соны растайтын видеоға немесе фотоға түсіріп алуға болады. Яғни бұл тұтынушының заңның 18-ші бабы. Мына астында мына жерде поиск деген тұрады өзі. Соған сіз керек сөзіңізді алсаңыз өзі шығады. 18-ші бабының 2-ші тармағы бойынша тауарды сатып алу фактісін растау үшін оның куәлардың айғақтарына, сондай-ақ құжаттарға және басқа да дәлелдеу құралдарына, оның ішінде фото және бейне тіркеуге сілтеме жасауға құқығы бар. Яғни солай. Өте тамаша, Айсұлтан мырза, риза болып отырмын. Негізі енді осы сөздерді бірінші сұраққа, екінші сұраққа, үшінші сұраққа деп жазып жіберу керек. Оның не үшін маңыздылығын айтайын. Адам сөйлеген кезде кейбір қажет емес сөздерді қосып жібереді. Бір, екіншіден ойын жинақтамайды және ой шашылып кетеді. Ал адамдар жазған кезде ойын жинақтап қажеттіні ғана жазады. Анау баяғы нацистік Германияда сондай тәртіп болған. Егер де бір арызың болатын болса, жазбаша ғана тапсыр деген. Жазбаша тапсырған кезде адамдар миына шешімі пайда болғанда, сосын сол шешімдердің 70-80% жазылмай сол қалпында қалған.